Сәлем достар, арныма қош келдіңіздер. Бүгін өзбек жігітінен қорлық көріп, қашып құтылмақ болғанда әңгімесінің екінші бөлімі. Андамайды. Бала тусам, бәлкім, деген ойда жоқ. Тек үнсіздік, тек жалғыздық. Bir түні Фархот қатты мас болып келді. Ол Шынарды қорлап ұрып, сосын ұйықтап кетті. Шынар төсектің шетінде отырып, денесіндегі ауырсынуды сезді. Ол терезеден қарады, қар жауып тұр. Самарқандтың түні тыныш, бірақ оның іші дауыл. Ол үнсіз жылады. Дауыстап емес. Ешкім естімегендей. Мен кіммін? Деп ойлады ол. Мен Шынармын ба әлде құлмын ба? Түн ұзақ еді. Шынар ұйықтаған жоқ. Ол таңды күтті. Бірақ таң атса да ештеңе өзгермейтін. Оның өмірі үнсіздікке толы болатын. Жалғыздыққа толы. Бірақ жүрегінің ең тереңінде өте кішкентай ғана от бар еді. Әлі сөніп үлгермеген. Әлі. Қаңтардың соңына қарай қыс Самарқандта әлі де қатты еді. Үйдің ауласындағы қар ерімеген, терезелер мұзға толған. Шынардың ішкі дүниесі де мұздап біткен сияқты еді. Ол күндіз үй жұмысын істеп күлімсіреп жүреді, бірақ көзі бос, жүрегі ауыр. Фархоттың түнгі қорлығы тоқтамаған, керісінше жиілеп кеткен. Қайын енесі Гүлнора оны әлі де сынап, келін тәртіпке түспеді деп айтып жүреді. Bir күні Шынар шыдай алмады. Ол күн Фархот базарға кеткен, қайын жұрты түс ауа ұйықтап жатқан. Шынар ас үйде ыдыс жуып тұрғанда Гүлнора кіріп келіп, сен неге әлі жүкті болмай жүрсің? Деді ол кенеттен. Біздің үйде келін бала тумай ма? Сен құнарсыз ба, әлде баламды қанағаттандырмайсың ба? Шынардың қолы тоқтап қалды. Ол үндемеді, бірақ іші қайнап кетті. Гүлнора жалғастырды. Қазақ қызы деген осы ма? Біздің әдетті үйренбедің, баламды бақытты қыла алмайсың. Сен бізге лайық емесің. Шынардың жүрегіне бірдеңе қадалғандай болды. Ол алғаш рет бас көтеріп, мен не істесем де, сіздерге жақпаймын ғой деді сыбырлап. Мен тырысып жатырмын. Гүлнора күлді. Тырысу аз. Шыдау керек. Келін деген шыдайды. Шынар үндемеді, бірақ сол сәтте ішінде бірдеңе өзгерді. Кешке Фархот үйге мас күйінде келді. Ол бөлмеге кіріп, Шынарды төсекке итеріп, сен бүгін анама не айттың? Деді ашумен. Сен қарсы шықтың ба? Шынар төсекте бүгіліп отырып, мен ештеңе айтпадым деді қалтырап. Фархот оның шашынан тартып, өтірік айтпа. Анама қарсы шығуға болмайды. Сен менің әйелімсің, бірақ лайық емесің. Ол Шынарды ұра бастады иығынан, арқасынан. Шынар ауырсынып, жылап жіберді. Бірақ бұл жолы бірдеңе басқаша болды. Шынардың ішіндегі қорқыныш ашуға айналды. Ол кенеттен Фархоттың қолынан итеріп жіберіп, мені неге ұрып жүрсің? Деп айқайлады. Мен не істедім саған? Мен сені жақсы көріп үйлендім ғой. Фархот таң қалды. Ол бір сәтке тоқтап қалды, сосын күлді. Сен не деп тұрсың? Деді ол. Сен келінсің. Шыда. Бірақ Шынар тоқтамаған. Мен адаммын. Деді ол даусы дірілдеп. Мен құл емеспін. Сенің анаңның да, сенің де қорлығыңа шыдамаймын. Фархот ашуы қайтып, оған тағы тиісті. Ол Шынарды қатты ұрып, мойнынан қысып, енді үндеме. Деп айқайлады. Шынар ауа жетпей, қорқып қалды. Фархот ұйықтап кеткенде, Шынар төсектің шетінде отырып, денесін ұстады. Мойнында іздер, иығы ауырып тұр.
бірақ көзінде жас жоқ еді. Ол алғаш рет жыламаған. Ол терезеден қарап, мен мұнда өлмеймін деп ойлады. Мен шыдай алмаймын. Сол түні Шынар өз-өзіне уәде берді. Ол жасырын түрде өзгере бастады. Телефонды қайын енесі тартып алған, бірақ Шынар базарға барғанда көршінің телефоннан анасына хат жазды. Ана, мен шаршадым. Бірақ әзірге шыдап жатырмын. Анасы жауап берді. Қызым, қиын болса айт. Шынар үндемеді. Ол қазақша ән тыңдай бастады, құлақ қапсыз, телефонды жасырып түнде сыбырлап. Домбыраның үні жүрегін жылытты. Ол ескі суреттерін қарады, Алматыдағы үйі, достары, анасы. Мен қазақпын деп қайталады ішінен. Кішкентай қарсылық осылай басталды. Ол күндіз әлі де тыңдайды, бірақ ішінен жоқ дейді. Фархот түнде қорлағанда Шынар үндемейді, бірақ көзінде қорқыныш емес, ашу бар. Бір күні Зулайха оған, сен неге күлімсіремейсің? Деді. Шынар шаршадым деді ғана. Бірақ ішінен, мен күш жинап жатырмын деп ойлады. Шынардың жүрегінде кішкентай ғана от жанды. Ол әлі әлсіз еді, бірақ сөне қоймады. Ол күтті. Уақытты күтті. Қашатын сәтті күтті. Түндер әлі ұзақ еді. Бірақ енді Шынар ұйықтай бастады, аздап, бірақ тыныш. Ақпанның ортасына қарай Самарқандта қыс біртіндеп босаңсиды. Күндіз күн жылынып, қар ери бастады, ауланың шеті лайға толды. Бірақ Шынардың ішіндегі мұз әлі еріген жоқ. Ол күндізгі уақытта әдеттегі келін сияқты көрінеді, үй сыпырады, тамақ пісіреді, қайын енесінің бұйрығын тыңдайды. Бірақ түнде ол ұйықтамайды. Ол ойлайды. Жоспар құрады. Шынар құжаттарын жинай бастады. Паспорты, неке куәлігі, аз ғана ақшасы, бәрін кішкентай сөмкенің түбіне тығып қойды. Телефоны әлі Гүлнораның қолында, бірақ ол базарға барғанда көрші әйелдің телефонынан анасына хабарлама жазып үлгерді. Ана, мен қашпақшымын. Көмектес. Анасы жауап берді. Қызым, сақ бол. Мен Алматыда күтемін. Консулдыққа хабарласам ба? Шынар, әзірге жоқ. Өзім тырысамын деп жазды. Ол күтті. Дұрыс сәтті күтті. Фархоттың базарда үлкен сауда болатынын естіді. Ол бір апта бойы кеш қайтатын болды. Қайын енесі ауырып төсек тартып жатыр. Зулайха мен Дилноза балалармен айналысып, үйде аз уақыт өткізеді. Сәуірдің басына қарай күн жылынып, түндер қысқарды. Бір түні Шынар шешім қабылдады. Ол күн Фархот достарымен бірге тойға кеткен, таңға дейін қайтпайды деп айтқан. Үйде тек Гүлнора мен Дилноза бар. Шынар кешкісін дастархан жинап, бөлмесіне кіріп, есікті жапты. Ол күтті. Сағат түнгі 2-ге таяғанда үй тыныш болды. Гүлнора ұйықтап қалған, Дилноза баласын ұйықтатып, өз бөлмесіне кеткен. Шынар жүрегі соғып тұрып, сөмкесін алды. Ол жеңіл киім киіп, аяғына жұмсақ туфли киді. Паспортын қалтасына салды. Аз ғана ақшасы бар, базардан жасырын жинаған. Ол есікті ақырын ашты. Екінші қабаттан бірінші қабатқа түсу керек. Баспалдақ сықырламау үшін аяғын абайлап қойды. Аулаға шықты. Түн салқын, жұлдыздар жарқырап тұр. Самарқандтың махалласы тыныш. Шынар қақпаны ашты, ол әдетте құлыпталмайды. Ол сыртқа шықты. Жүрегі өте қатты соғады. Қазір қашамын деп ойлады ол. Автобус бекетіне жетсем, таңертеңгі рейспен кетемін. Бірақ ол қателесті. Ол көшеге шыға бергенде үйден дауыс естілді. Шынар, қайда барасың? Деп айқайлады Гүлнора. Шынар шошып кетті.
Қайын енесі ұйықтамаған екен, ол терезеден қарап тұрған. Гүлнұр айқайлады, тоқта. Қашпа. Фарход. Дильноза. Келін қашып барады. Шынар жүгіре бастады. Бірақ аяғы лайға батты, туфлисі тайып кетті. Ол құлады. Артынан Дильноза шықты, Зулайха да оянды. Гүлнора айқайлап тұр. Шынар тұрып қайта жүгірді. Бірақ көше бұрылысында Фарход пайда болды. Ол тойдан ерте қайтқан екен, мас, бірақ серге. Сен қайда? Деп айқайлады ол. Шынар тоқтап қалды. Қашатын жер жоқ. Фарход оны ұстап алып, шашынан тартып, үйге сүйреп апарды. Сен қашпақшы болдың ба? Деп айқайлады ол. Менің әйелімсің. Қайда барасың? Үйге кіргенде Фарход Шынарды қатты ұрды. Бетінен, иығынан, арқасынан. Шынар жылап, қорғана алмады. Сен біздің үйдің намыссың. Деп айқайлады Гүлнора. Қашу деген не? Қазақ қызы деген осы ма? Фарход Шынардың сөмкесін алып, құжаттарын тартып алды. Енді сен ешқайда кетпейсің. Деді ол. Телефоныңды да аламын. Есікті құлыптаймын. Сол түні Шынарды бөлмесіне қамап қойды. Есікті сыртынан құлыптады. Терезеге темір тор қойды. Фарход оны тағы қорлады, ұрып, сөгіп. Сен меніксің мәңгі. Деп қайталады ол. Шынар төсекте бүгіліп жатты. Денесі ауырып, жүрегі сынып тұр. Ол жылады. Мен қашпадым. Қателестім деп ойлады. Таң атқанша ұйықтаған жоқ. Үй тыныш болғанда ол терезеден қарады. Самарқандтың таңы әдемі еді. Бірақ оған еркіндік жоқ. Қашу әрекеті сәтсіз болды. Шынардың үміті сөне жаздады. Ол енді қамалған құс сияқты болды. Телефоны жоқ, құжаты жоқ, есік құлыптаулы. Бірақ жүрегінің тереңінде кішкентай ғана от әлі жанып тұр еді. Әлі сөне қоймаған. Ол күтті. Тағы күтті. Бірақ енді абайлап. Енді жалғыз емес, анасы біледі. Бәлкім көмек келер. Түндер ұзақ әрі қорқынышты болды. Шынар ұйықтамайды. Ол ойлайды, мен тағы тырысамын. Бір күні шығамын. Бірақ қазір ол қамауда. Және қорқыныш ішіне кіріп бара жатты. Наурыздың ортасына қарай Самарқандта көктем толық келді. Күн жылынып, ағаштар бүршік жара бастады, көшелерде гүл иісі шықты. Бірақ Шынардың өміріне көктем келмеді. Қашу әрекетінен кейін үй түрмеге айналды. Бөлмесінің есігі күндіз ашық тұрғанымен түнде құлыпталады. Терезеге темір тор қойылды. Телефоны жоқ, құжаттары Фарходтың сейфінде. Ол енді базарға да шықпайды. Гүлнора, сен қашып кетесің деп қорқады. Шынар күндіз үй жұмысын істейді, бірақ механикалық. Көзі бос, жүзі солған. Ол сөйлемейді. Қайын енесі бұйрық бергенде басын изейді де істейді. Зулайха мен Дильноза оны мазақ етеді. Міне, қазақ қызы тәртіпке түсті ғой дейді олар күліп. Гүлнора, қашпақшы болғанда не болатынын көрдің бе? Енді шыда. Фарход түнде қорлығын күшейтті. Ол Шынарды сабақ болсын деп ұрады. Кейде мас болып келеді, кейде серге күйінде. Ол Шынардың шашынан тартып, сен енді ешқайда кетпейсің дейді. Сен менің құлыңсың. Шынар үндемейді. Ол қорқады, бірақ ішіндегі ашу өсе түсті. Ол түнде ұйықтамайды. Төсекте бүгіліп жатып, мен өлуім мүмкін деп ойлайды. Бірақ өлгісі келмейді. Ол өмір сүргісі келеді, еркін. Бір күні Шынардың денесі нашарлап кетті.
Ол тамақ жемей салмақ тастады. Гүлнора оны дәрігерге апармады, өзі өтеді деді. Шынар айнаға қарап, өзін танымайды. Көзі шіміріккен, беті сұп-суық. Ол ішінен, мен осылай өмір сүре алмаймын деп қайталайды. Сәуірдің басына қарай бір түні соңғы тамшы тамды. Фарход сол күні үлкен саудадан ұтылып келді. Ол қатты мас болды, достары оны үйге әкеліп тастады. Бөлмеге кіргенде ол Шынарды төсекте отырған күйінде көрді. «Сен неге ұйықтамағансың?» деп айқайлады ол. Шынар үндемеді. Фарход жақындап келіп, оның мойнынан ұстады. «Сен менің өмірімді құрттың», деді ол. «Сен қазақсың, сен маған бақыт әкелмедің. Мен сені өлтіремін бүгін». Ол Шынардың мойнын қыса бастады. Шынар ауа жетпей, қолымен қорғанды. Оның көзіне қараңғылық түсті. Фарходтың көзі қанталай, дауысы ашуға толы. «Сен қашпақшы болдың. Сен менің намысымды таптадың. Енді өлесің». Шынардың ішінде бірдеңе сынды. Қорқыныш жоғалды. Оның орнына өмір сүру инстинкті келді. Ол төсек жанындағы үстелде тұрған пышақты көрді, кешкісін жеміс аршитын пышақ. Фарход оны байқамаған. Шынар қолын созып, пышақты жұлып алды. Ол Фарходтың қолынан итеріп жіберіп, пышақты өзіне қаратты. «Тағы тисең, өзімді өлтіремін», деп айқайлады ол алғаш рет дауыстап. Фарход шошып кетті. Ол мас еді, бірақ Шынардың көзіндегі өлімді байқады. Ол бір қадам шегінді. «Сен не істеп тұрсың?» деді ол даусы дірілдеп. Шынар пышақты мойнына қойып, «Мені өлтірсең, мен де өлемін. Бірақ сен түрмеге түсесің. Сенің анаң әпкең не болады? Мен қашпаймын, бірақ сен маған тиіспе». Фарходтың беті қуарып кетті. Ол мас болғанымен қорқып қалды. Ол пышақты тартып алмақ болды, бірақ Шынар қатты ұстап тұр. «Қоя қой», деді Фарход. Шынар қоя қоймады. Ол төсекке отырып, пышақты ұстап отырды. Фарход бөлмеден шығып кетті, алғаш рет шегінді. Ол анасына ештеңе айтпады. Шынар түн бойы пышақты ұстап отырды. Ол ұйықтаған жоқ. Таң атқанша күтті. Таңертең үй тыныш болғанда Фарход ұйықтап жатқан. Гүлнора ас үйде. Шынар пышақты қоя қойып киінді. Ол сөмкесін алды, құжаттары әлі сейфте, бірақ паспортының көшірмесі бар еді, ақшасы да аздап жинаған. Ол есікті ашып, сыртқа шықты. Бұл жолы ешкім байқамаған. Ол көшеге жүгіріп шықты. Такси ұстап, Самарқандтың орталығына, Қазақстан консулдығына қарай жүрді. Жүрегі соғып тұр, бірақ тоқтамаған. Ол консулдыққа жетті. «Есікті қағып, көмек керек», деді ол. «Мен Қазақстан азаматшасымын. Мені құтқарыңдар». Консулдық қызметкерлері оны ішке кіргізді. Шынар бәрін айтты, қорлықты, ұрып-соғуды, қамауды, қашуды. Олар полиция шақырды, құжаттарын рәсімдеді. Шынар еркін болды. Бірақ денесі мен жаны жаралы еді. Ол сол күні ұшаққа отырып, Алматыға ұшты. Анасы әуежайда күтіп тұрды. Бірақ түндер әлі қорқынышты болды. Шынар әлі де оянып кетеді. Бірақ енді ол еркін. Және күшті. Алда Алматыға келген ұшақ жерге қонғанда Шынардың жүрегі әлі де қатты соғып тұрды. Әуежайдың шыға берісінде анасы күтіп тұр екен, көз жасына ерік беріп, қолына гүл ұстаған. Шынар анасын көргенде алғаш рет еңіреп жылап жіберді. Олар бір-бірін құшақтап ұзақ тұрды. Ешкім ештеңе демеді. Сөздің қажеті жоқ еді.
Үйге келгенде бәрі өзгеріп кеткендей көрінді. Алматының таза ауасы, таулардың көрінісі, қазақша сөйлеген адамдар бәрі Шынарға бөтен әрі таныс болды. Анасы оны төсекке жатқызды, сорпа әкелді, шай қайнатты. Әпкелері келді, туыстары хабарласты. Бірақ Шынар көп сөйлеген жоқ. Ол шаршаған еді, денесі де, жаны да. Бірінші аптада ол үйден шықпады. Түнде оянып кетеді, Фарходтың дауысы құлағында, мойнындағы қысу сезімі әлі бар сияқты. Ол айқайлап оянарды, анасы жүгіріп кіреді. «Қызым, түс көріп жатырсың» дейді, анасы оны құшақтап. «Енді бәрі өтті. Сен үйдесің». Бірақ Шынарға бәрі өтті деген сөз сенімсіз еді. Ол айнаға қарай алмайды, мойнындағы көгерген іздер, бетіндегі солғандық. Ол киімді ұзын жеңді киеді, мойынға шарф тағады. Туыстарына бәрін айтпады, тек қайын жұртым қатты болды деді. Шындықты айтса, олардың жүрегі ауырады деп қорқады. Консулдықтан хабар келді. Олар Фарходтың отбасына ескерту жасапты, полиция істі қарап жатыр. Бірақ Шынар куәлік беруден бас тартты. «Мен қайтып бармаймын» деді ол. Енді жетеді. Бір ай өтті. Шынар далаға шыға бастады. Алғашқыда анасымен бірге базарға, дүкенге. Күн жылы, Алматыда көктем толық келген. Ол тауға қарап тұрып, терең тыныс алады. «Мен тірімін» деп ойлайды ол. «Мен еркінмін». Бірақ түндер әлі қорқынышты. Ол ұйықтар алдында есікті құлыптайды, терезені жауып қояды. Кейде Фарходтың даусын естиді, «Сен меніксің» деп айқайлағанын. Ол оянып шамды жағады. Анасына айтпайды, ол әлсіреп қалған. Шынар жұмыс іздеді. Ескі мамандығы мұғалімдік. Ол мектепке құжат тапсырды, қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ бермек. Директор оны қабылдады, «Бізге сенің сияқты жас мұғалім керек» деді. Шынар күлімсіреді, бірақ күлкісі жасанды. Жұмыс басталғанда өмірі өзгерді. Балалардың күлкісі, сабақтағы қазақша сөздер, әріптестерінің жылы қарым-қатынасы бәрі оны емдеді. Ол балаларға домбыра туралы айтады, Абай өлеңдерін оқиды. Балалар оны апай деп жақсы көреді. Шынардың жүрегі біртіндеп жылына бастады. Бірақ жара әлі бар еді. Ол еркектерден қорқады. Көшеде еркек жақындаса, жүрегі соғады. Достары оны кездестіруге шақырса, бас тартады. «Мен енді ешкімге сенбеймін» деп ойлайды ол. Бір күні жазда Шынар тауға шықты, жалғыз. Медеуге көтеріліп, жоғарыдан Алматыны қарады. Күн батқанша отырды. Ол алғаш рет дауыстап жылады, ешкім көрмейтін жерде. Самарқандтағы түндерді есіне алды, Фарходтың қолын, қайын енесінің сөзін. Ол айқайлады, «Мен тірімін. Мен жеңдім». Дауысы тауға жаңғырықты. Үйге қайтқанда ол өзгерген еді. Ол анасына бәрін айтты, толық шындықты. Анасы жылады, бірақ «Сен күштісің, қызым» деді. «Сен еркінсің». Күзде Шынар кітап оқи бастады, психология туралы, әйелдердің құқығы туралы. Ол интернеттен ұқсас тағдырдағы қыздардың оқиғасын оқыды. Ол өзін жалғыз емес сезінді. Бір жыл өтті. Шынар енді күлімсірейді, шынайы. Ол балаларға сабақ береді, достарымен кездеседі, тауға шығады. Ол жаңа өмір құрды, тыныш, бірақ өзінікі. Бірақ түнде кейде әлі оянады. Фарходтың дауысы естіледі. Ол шам жағады, терең тыныс алады. Бәрі өтті дейді өзіне. Романның соңғы күні Шынар терезе алдында тұр. Алматының түні тыныш, шамдар жарқырап тұр. Ол қолын жүрегіне қойып, «Мен енді ешкімге сенбеймін» деп сыбырлады. Бірақ өзімді жақсы көремін.
Түн әлі де оның ең жаман жауы болып қалды. Бірақ енді ол қорқып жатпайды. Ол күреседі. Және өмір сүреді. 3 жыл өтті. Алматыда күздің алтын күндері. Шынар енді 27 жаста. Оның өмірі түбегейлі өзгерді. Ол мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді. Балалар оны шексіз сүйеді. Көзі бұрынғыдай жарқырап, жүзі күлімсірейді, шынайы күлімсіреу. Ол енді ұзын, жеңді киім кимейді, мойнына шарф тақпайды. Жаралары сырттай жазылған, ішкі жаралары да біртіндеп бітіп барады. Шынар 2 жыл бұрын қазақ жігіті Ерболға тұрмысқа шықты. Ербол инженер, тыныш мінезді, мейірімді, әкесінің сөзін тыңдайтын, анасын құрметтейтін жігіт. Олар кездейсоқ танысқан, мектептегі бір шарада Ерболдың інісі Шынардың оқушысы болатын. Ербол Шынардың өткенін біледі, бәрін. Ол ешқашан сұрақ қоймайды, ешқашан кінәламайды. Тек қолдап қорғайды. Олардың үйі Алматының шетінде, кішкентай, бірақ жылы пәтер. Қабырғада қазақша кілемдер, домбыра ілулі. Былтыр қыздары дүниеге келді, Аружан. Кішкентай, қарақат көзді, күлкісі шат. Шынар оған қарап отырып, мен үшін осы бақыт жетеді дейді. Түнде ол енді қорқынышпен оянбайды. Ерболдың құшағында тыныш ұйықтайды. Шынар бақытты әйел болды. Ол күндіз сабақ береді, кешке қызымен ойнайды, демалыста тауға шығады. Ол өткенін ұмытқан жоқ, бірақ ол оны күшейтті. Кейде достарымен әңгіме шыққанда, мен бір кезде өлуге жақын болдым, бірақ тірі қалдым дейді. Ол енді басқа қыздарға кеңес береді, қиындықтағы әйелдерге көмектесетін топқа қатысады. Ал Самарқандта бәрі басқаша. Фархот 2 жылдан кейін өзбек қызына үйленді. Оның аты Гүлчира. Әулетті, бай отбасынан шыққан, әкесі саудагер, ағалары базарда үлкен орындар иеленген. Гүлчира сұлу, бірақ мінезі өте наз. Ол үйге келін болып кірген күннен бастап бәрін қолға алды. Қайын енесі Гүлнұраны да, қайын әпкелерін де тыңдамайды. Үйдің кілті оның қолында, ақшаны ол басқарады, дастарханды ол бекітеді. Фархот оны дуалап алған. Гүлчехраның айтқанынан шықпайды. Ол бұрынғыдай ішімдікке салынбайды, Гүлчехра рұқсат бермейді. Базарға барар алдында оған есеп береді. Үйде Гүлчехраның дауысы ғана шығады. Ол қайын енесіне, сіздердің заман өтіп кетті дейді. Енді үйді мен басқарамын. Гүлнұра алғашқыда қарсы шықпақ болған, бірақ Гүлчехраның әкесі мен ағалары қысым көрсеткен соң үндемеді. Зулайхо мен Диноза да бағынды. Бүкіл әулет Гүлчехраға бағынышты болды. Ол қонақ шақырады, қонаққа барады, үйді қалай-қалайды, солай өзгертеді. Фархот оның алдында бас июлі. Кейде түнде Фархот ескі бөлмеде отырып, Шынарды есіне алады. Ол Гүлчехрамен жақындасқанда да ішінде босылық бар. Гүлчехра оған мейірім көрсетпейді, тек бұйрық береді. Фархоттың достары күлкі етеді. Сен бұрын әйелді қорқытсаң, енді әйел сені қорқытады ғой. Бір күні Гүлнұра ауырып жатып, Фархотқа сыбырлап, балам, бұрынғы байғұс қазақ қызы Шынардың қадірін білмеппіз ғой деді. Ол тыныш еді, шыдамды еді. Мынау келін бізді құл қылып тастады. Фархот үндемеді. Ол терезеден қарап тұрды. Самарқандтың түні тыныш еді, бірақ оның жүрегі дауылды. Ал Шынар Алматыда қызы Аружанды құшақтап, терезе алдында тұр. Күздің жапырақтары түсіп жатыр. Ол күлімсіреді. Мен бақыттымын дейді ол ішінен. Мен тірі қалдым. Мен жеңдім. Нағыз аяқталды. Гүлчехраның мінезі өте наз. Ол Фархотты сөгіп, кемсітіп, кейде ұрып та жібереді. Фархот үндемейді, қорқады.
Оның көзі өшіп, жүзі солған. Достары онымен сөйлеспейді, ұят дейді. Гүлнара ескі үйде ауырып жатып кейде Фарходқа телефон соғады. Балам, біз қателестік қой. Бұрынғы қазақ келініміз Шынардың қадірін білмеппіз. Ол байғұс еді, тыныш еді, шыдамды еді. Мынау келін бізді құл қылды, үйімізден қуды. Фарход үндемейді. Ол түнде жалғыз отырып, Шынарды есіне алады. Ол кезде мен оны қорладым, енді мен қорланамын деп ойлайды. Бірақ өкініші кеш. Бір күні Шынардың құлағына бұл хабар жетті. Ескі көршісі әлеуметтік желіден жазыпты. Шынар оқып отырып күлімсіреді. Бұл олардың жазасы, деді ол ішінен. Кім зұлымдық істесе, соған қайтады. Ол балаларын құшақтап, Ерболға қарап, мен бақыттымын, деді дауыстап. Самарқандтың түні Фарход үшін қорқынышты болды. Ал Алматының түні Шынар үшін тыныш әрі жылы еді.